Ассалаумағалейкум. Дайрегімді қарадым, толық етті енді дайректер. Кәдімгідей сержанға бір-екі рет түсіндіруге тырыстым, түсінбеді бірдеңке деп. Салып қойған екен өзіне. Дұрыстап түсіндірсе, дұрыстап түсінеміз. Миы жоқ адам емес, біз түсінігіміз бар. Досым деп қана жаба салған, маған ондай нәрсе өтпейді негізінде. Барлықтарыңызға қызық болып жатыр екен ғой, енді бүгін білмеймін, батылсым салып қойыпты ғой. Негізі жауап бермей үндемеге дейін деп едім, тағы болмады. Өзім мына жақта сәкен проблема келді. Сәкен проблема здесь. Проблемаң дұрыс емес, сенде ұрысып отыр. Сондай ғой. Енді көресіздер, енді өзі көрер, бақыт тілеп қояды арасында. Рахмет. Мен үйге келдім. Бүгін күні мен тамақ ішкен жоқпын, баған барып сорпа ішіп алдым ғой. Сорпада ондай бір қатты батқан жоқ маған. Сорпасын ғана іштім, ішіндегісін жеген жоқпын. Аппетит жоқ. Бар жерге барып демалыстан кейін тағы бір демалыс керек дейді ғой. Бір суға түсіп келеміз ба деп тұрмыз қыздармен. Қазір мен сторис салам. Осы стористі, келесі стористі жай ғана өріп кете салыңыздар. Всем привет, достар, қалайсыздар? Не істеп жатсыздар? Барлықтарыңызға қайырлы кеш болсын. Осындай разговорный стористар көп болыпты, иә, салынбағалы. Яғни мен бұл сторисқа тектен-текке шыққан жоқпын. Бір пайдалы, бір ақпаратпен бөліскім келіп тұр. Сіздермен енді керегі болып қала ма деген сияқты. Просто мой муж. Жаным, байқұс, вот всегда, когда мы вместе куда-то идем, вот так весь с баулами ходит, и я хожу как принцесса. Телефон да ұстамайым, ештеңе ұстамайым. Рахаттанып, бәрін тасып жүретін. Жаным, аяп қалдым, от жүрім қарап. Жан, маған не екі ақ гүл алып келгенсің? Шлей бұлай екі гүлге енді. Ұят шығар екі гүл алып келу деген. Ұялмайсың ба? Мен мысалға ұялам даже алуға. Бірақ алар еді мынаның бәрінде. Ой, керемет гүлдің арасына келіп қалдым. Ойбай, дайректегі толып жатқан диагнозерді оқып, укол системаларды алып, прям сіздер айтқан. Содан осылай жан бітті айналайындар. Қайтадан ауырып қалмасам. Білмеймін, әйтеуір ішкен дәрімнен кейін етім тірілді ғой кішкене сәл. Сіздер айтқан уколды салдырып, системаны салдырып. Сол менің медсестраларым да, дәрігерлерім де сіздер болдыңыздар. Көп адамдар негізі білетінмен бөлісіп айтып жатыр ғой. Бұл вирус бізде де осылай болды деп.